72 келі салмақта өнер көрсеткен отандасымыз Бейбіт Назаров чемпионның алтын белдігін беліне тақты. Өкінішке орай алтын белдікке үміткер екінші отандасымыз Қазбек Ашимов қытайлық қарсыласына есе жіберді. Кеше Астанада аралас жекпе-жектен халықаралық турнир өткен болатын. Kunlun Fight атты әлемдік додада 12 мемлекеттің спортшылар бақтарын сынады. Олардың ішінде Қазақстан, Қытай, Франция, Жапония, Корея мен ақш елдерінің спортшылары болды. Әрқайсысы 3 раунд 5 минуттан барлығы 12 кездесу өтті. Айта кетейік, байрақты бәсекені әлемнің 70 мемлекеті тікелей эфирден көрсетті. Kunlun Fight деген қазіргі бұл тұжырым әлемге өте танымал сондай тұжырымдардың бірі. Өздеріңіз білесіз, UFC бар, Жапонияда бар. Біз Қазақстандық әлем файтерс кәсіби спорт клубымен бірлесе отырып, Евроспортпен біздің неміз бар, келісімшартымыз бар. Яғни біз осы спорттың түрі арқылы әлемге өз мәдениетімізді барынша көрсету және әрине өзіміздің қазақстандықтардың рухын көтеру.